Киевде бугун сайлайчылар бірінші турда кебі фаал еді. Умумен Киевде 2 миллион сайлайчы кайдетілді. Вес саат 23-ке көре сайлав бөлгелерінде 46.4% сайлайчы келді. Олар арасында президент намзетлері Петро Порошенко ве Володимир Зеленский де бар. Екінші сайлав құтысы янында бюллетенні көстере. Сонра она бу себептен жүреме тайынлене келініз тәфселятлыжа малюматны огренейік. Киевде 1106 сайлав бөлгесі ішіні саба саат 8-де башлады. Базылары янында açılıştan evvel невбет шекілленді. Я всегда прихожу рано на голосование. Әр вақыт сайлавларға ерте келем, кечке же чалышам сайлавларға келмек керек деп тушынеп. Екінші тур Украина үшін пек мұйым. Сайлав бөлгелері ішінің бірінші уч саты içinde рейв беруге 16,5% сайлайчы келді. Украина идет в правильном направлении. Украина доғру йонелешті рей бермелеміз әршей адалетлі мен белесем әрбір инсанын фикрі Украина үшін пек мұйым. Келіп рей бермеге әрбірімізнің боржы. Киевде президент сайлавларында иштирак етмеге істеген ән чоқ қырымлы рей берді. Киев реестріне 1645 қырымлы ариза берді. Киевде президент сайлавларында иштирак етмеге істеген ең чоқ қырымлы рей берді. Киев реестріне 1645 қырымлы ариза берді. Президент намзетлерінің екісі де Киевде рей берді. Бірінші оларақ сайлав бөлгесіне Володимир Зеленский келді. Қарысы қорумасы ве журналистлерінің янында о сайлав одасына кече. Сайлав құтысы янында намзет әркезге бюллетеніне көстере. Келгеніңіз үшін сағылыңыз, яқшы Киевнен келдік. Украина мұтлаққа енежек. Бу исе сайлав кануниетінің бозылмасы деп сайла полиция хадимлері мемурий месулет аққында протокол тізе Владимир Зеленскийге тахменен $30 тешкіл еткен жүреме тайынлене. Екінші намзет Украинаның шымдыки президенті Петро Порошенко сайлавларға апайы балалары ве торунларынан келе. Рей берген сон оңа қол тұтқан әркезге тешіккерлеріні білдіре. Намзет Украиналарының мемлекетіні ве оның милли саясетіні сақламақ үшін тұшынып рей бермеге чағырды. Еминім ки, бұл сайлалар вақтында бізім Авропаға вақтырылған саясетіміз тоқтатылмасы үшін елімізден келгеніні yapmalımız. Buna yol vermeyecekmiz. Ukrayna sonki 5 yılda yapkan erişimlerini joymamalı. Bu pek mühim bir meselem. Umumen Kiyev'de prezident saylavlarını tınç ve demokratik şekilde geçti. Deyler politsiyada bir kaç bozuluv kaydetilgen olsa da onlar ciddi değil. En çok rast gelgen bozuluv bültenlerinin fotoğa çıkarılması.